Баршаңызға сәлем. Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Видеоларымызды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздерге өте дәмді әрі ерекше болып шығатын Венеция салатының рецептісімен бөлісеміз. Ол үшін бізге майонез, консервіленген жүгері, қайнатылған жұмыртқа, салат жапырағы, шұжық және сыр қажет болады. Ең алдымен салат жапырақтарын турап аламыз. Осылай кубик тәріздес етіп, содан соң шұжығымызды турап аламыз. Сырымызды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Заттардың бәрін дайындап алдық. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Ең соңына бірінші болып осылай салат жапырақтарын салатын боламыз. Егер салат жапырақтары ұнамаса, оның орнына пекин капустасын пайдалансаңыздар болады. Енді оның үстіне осылай майонезді клетка тәріздес етіп жағып шығатын боламыз. Шанышқының көмегімен осылай кішкене араластырып жібереміз. Содан соң оның үстіне туралған шұжығымызды саламыз. Сіздер бұл салатты мен сияқты жеке-жеке слой-слой етіп жинамай-ақ барлығын бірден майонезбен біріктіріп жіберсеңіздер де болады. Бірақ мен осылай жинап көрейін дедім. Бұл біріншіден өте әдемі көрінеді. Мерекелік дастарханға дәл осылай жинап қойсаңыздар өте әдемі көрінеді. Міне үшінші болып осылай корейше дайындалған сәбізімізді саламыз, яғни сәбіз салатымызды. Осылай салып, шанышқының көмегімен жайғастырып, оның да үстіне осылай клетка тәріздес етіп майонезімізді жағып шығамыз. Енді оның үстінен бірден үкіштен жұмыртқаны өткізіп салатын боламыз. Оны да шанышқының көмегімен осылай жайғастырып жібереміз да. Оның да үстіне майонезді саламыз. Бірақ мен сияқты осылай жеке-жеке жинайтын болсаңыздар, міне жұмыртқаның үстіне әсіресе майонезді көбірек салу керек. Енді консервіленген жүгеріміз саламыз. Одан соң үстіне дәл осылай майонезді клетка тәріздес етіп жағып шығамыз. Ең соңынан осылай бетіне сырды сеуіп шығамыз. Дәл осы күйінде қалдырсаңыздар да болады, немесе мен сияқты осылай жүгерінің көмегімен гүл тәріздес етіп әсемдеп шықсаңыздар да болады. Бірақ бұл міндетті емес, әрине өз қалауларыңызға қарай. Біздің салатымыз дайын болды. Мен шамамен 1,5-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямын. Себебі арасындағы майонез бір-біріне сіңіп, өз формасын ұстап тұру үшін. Бірақ мен бұл жерде шыдай алмай, шамамен жарты сағатқа салдым. Араларында әлі онша бір-біріне сіңіп үлгермеген. Бірақ сіздер міндетті түрде 1,5-2 сағатқа салып қойыңыздар. Міне осылай өте әдемі болып шығады. Дәмінде енді сөз жоқ, дәмі өте керемет. Егер араластырып, барлығын бірде араластырып істесеңіздер, дәмі де сондай керемет болып шығады. Осылай істесеңіздер де дастархандарыңызға ұялмай, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Біздің каналға тіркеліп, колокольчикті басып, видеоны бағалап, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де ең бастысы өз жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біздің каналдың дамуына үлкен үлесін қосады.